Сәлеметсіздер ме, тіл ғылымы каналының көрермендері. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға лингвистиканың жалпы негізгі ұстанымдары, яғни тіл білімін зерттеген кезде қандай ұстанымдар негізге алынатындығы туралы ақпаратты ұсынғым келеді. Бұл ақпарат магистранттар мен докторанттарға, жалпы жас зерттеушілерге пайдалы болады ғой деген ниеттемін. Сіздерге берілетін ақпаратты негізінен екіге бөлгім келіп отыр. Бірінші, жалпы ұстаным деген не, ол қалай анықталады, оның ішінде лингвистикалық ұстаным деген қалай анықталып жүр. Екінші мәселе, осы лингвистикалық ұстанымдар қалай жіктеледі, қандай жіктемесі бар. Жалпы ұстаным ол принциптің аудармасы ретінде беріліп жүрген сөздің бірі, және осы принциптің аудармасы ретінде қағида деген сөзді беріліп тұр. Бірақ біз лингвистикалық ұстаным деген тіркесті қолданамыз. Принцип сөзінің негізгі шығу төркіні латын сөзі, негіз, түп негіз, алғы бастама дегенді білдіреді. Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігінде бұл сөзге үш түрлі мағынаны таңады. Бірінші мағынасы бойынша қандай да бір нәрсенің құрылуына негіз болған бастама, ол ғылыми жүйе болуы мүмкін, ол теория болуы мүмкін, немесе қандай да бір құрылғы болуы мүмкін. Екінші мағынасы қандай да бір ереже, яғни белгілі бір заң. Үшіншісі көзқарас, пікір немесе мінез құлық ережесі деген мағыналары сөздікте тіркелген. Осы берілген мағыналарына сүйене отырып, біз лингвистикалық ұстаным дегенде тіл білімінің жалпы зерттелуіне негіз болатын бастаманы, негізге алынатын ережелерді осы лингвистикалық ұстанымға жатқызамыз. Лингвистикалық ұстаным жалпы ғылыми теориямен, оның әдістемесімен және де ондағы түрлі танымға қатысты мәселелермен тығыз байланыста тұжырымдалады. Лингвистикалық ұстанымдардың жіктемесін жасаған кезде біз сол лингвистикалық парадигманың жіктелісіне сәйкестеп негізінен әуелі екі топқа бөлеміз. Оның біріншісі 20 ғасырдағы лингвистикалық ұстанымдар, екіншісі 21 ғасырдағы лингвистикалық ұстанымдар. Лингвистикалық ұстанымдардың бұл жіктемесі лингвистика ғылымының тарихи кезеңдеріне байланысты болса, жекелеген авторлар осы өздерінің зерттеулерінде лингвистикалық ұстанымдардың басқа да жіктемесін ұсынады. Біз осының ішінде бірінші лингвистиканың даму қалыптасу кезеңіне байланысты, лингвистикалық парадигмаларға байланысты жіктемені ұсынамыз. 20 ғасырдағы лингвистикалық ұстанымдарды өзара іштей топтастырғанда, бұл екі ұстаным алға шығады. Біріншісі құрылымдық ұстаным, екіншісі жүйелілік ұстанымы. Құрылымдық ұстанымның негізгі зерттеу кезеңінде басшылыққа алынатын құрылым деген түсініктің өзі, бұл біртұтас жүйенің элементтерінің, бірліктерінің өзара қатынасын танытатын сызба деп түсіндіріледі. Және құрылымдық ұстаныммен зерттегенде осы біртұтастықтағы элементтердің өзара қатынасын танытатын сызбаның құрылымы, оны тілдің ішкі ұйымдасуына әсері негізгі нысанаға алынады. Құрылымдық ұстаныммен зерттеген кезде тіл жалпыдан жекеге қарай бағытталады. Тілді зерттеу жалпыдан жекеге қарай бағытталады. Ал жүйелілік ұстанымы кезеңінде тілді жүйе ретінде таниды, және ол сол жүйенің құрамына енетін бірліктердің өзара түрлі деңгейдегі байланыстарынан тұрады деп саналады. Жүйелілік ұстанымы бойынша тілдік бірлікті немесе тілдік құбылысты зерттеген кезде оларды біртұтастықтың және сол біртұтастықты түзетін бірліктердің өзара байланыс заңдылықтары аясында қарастырады. Жүйелілік ұстанымы кезінде жалпы зерттеу жекеден жалпыға қарай бағытталады. 21 ғасырдағы лингвистикалық ұстанымдарды зерттеушілердің ғылыми еңбектерінде негізінен 6 түрлі ұсынысы бар екенін аңғаруға болады. Олардың біріншісі экспланатарлық деп аталады. Бұл ұстаным бойынша тілді факт ретінде сипаттап қана қоймау керек, оны түсіндіру керек дейді. Осы түсіндірудің өзі жеке ұстаным ретінде алынып, 3 сұраққа жауап беріледі. Бұл түсіндіру ұстанымымен бірінші не деген сұраққа жауап береді. Яғни тілді зерттеген кезде тілдік бірлік болсын, тілдік құбылыс болсын, оның
құрылымын сипаттау керек дейді. Екіншісі, қалай деген сұраққа жауап берілу керек. Бұл үдерісті сипаттайды, яғни зерттеу нысанына алынып отқан тіл бірлігі немесе тілдік құбылыс тілдік үдерісте, яғни процесте, қолданыста өзін қалай танытады және неліктен деген, және сол тілдік зерттеу нысаны, тілдік бірлік немесе тілдік құбылыс неліктен осындай сипатқа ие болып тұр деген сұраққа жауап беру керек болады. Келесі ұстаным экспансионизм ұстанымы деп аталады. Бұл лингвистиканың дәстүрлі мәселелерін жаңаша тұрғыдан қарап, жаңаша шешімін табу, яғни лингвистикалық зерттеудің жаңа нысанын табу. Бұндай нысанға кейінгі кезеңде лингвистиканың жалпы зерттеу нысанына еніп жүрген дискурсты немесе танымдық, когнитивтік мәселелерді, концепт мәселелерін айтуға болады. Келесі лингвистикалық ұстаным бұл функционализм ұстанымы. Бұл ұстаным бойынша тілдік бірлікті немесе тілдік құбылысты зерттеген кезде ол тілдің қызметін жүзеге асыру сәтінде зерттеу керек деп есептейді. Яғни бұл функционализм ұстанымы тілдің қызметін үстінде жүзеге асырып жатқанда зерттеу адамның танымымен сабақтастықта алып зерттеумен ұштасады. Келесі ұстаным лингвистикалық, бұл семантика өзекті ұстаным дейді. Яғни бұл ұстаныммен тілді зерттеген кезде негізінен тілдік мағына, ол лексеманың мағынасы болсын, ол граммеманың мағынасы болсын, ол дериваттың мағынасы болсын, немесе синтакстік конструкцияның мағынасы болсын, алдыңғы қатарға шығарылады. Яғни тілдік мазмұн бірінші кезекке қойылады. Бұл Сифирдің, Вижвицкийдің және Мәскеу семантикалық мектебінің өкілдерінің еңбектерінде және Апресянның еңбектерінде негізделеді. Мәтін өзектілік келесі ұстанымға жатқызылады. Бұл бойынша кез келген тіл бірлігін немесе тілді құбылысты зерттеген кезде оны өзінің толыққанды мағынасы мен мәні ашылу үшін мәтін ішінде алып қарастыру керек дейді. Мәтіннің өзін мәтінді түзуші адамнан және мәтінді қабылдаушыдан бөліп алмау керек, сонымен бір тұтастықты алып қарастыру керек. Және де мәтін әлемді бейнелеп қана қоймайды, мәтін адамның ойлау динамикасын өз бойында ұстап, соны сипаттайды деп түсіндіреді. 21 ғасырдағы лингвистикалық ұстанымдардың қатарына тағы бір жіктеме ұсынылады. Бұл интегративтілік ұстанымы, яғни тілді зерттеген кезде оны тек тілдің заңдылықтарының, оның тілдің ішкі заңдылықтарының негізінде ғана зерттемей, тілді басқа ғылымдардың, ғылыми пәндердің нәтижелерімен сабақтастыра зерттеу керек деп есептейді. Сондықтан да 21 ғасырда лингвистиканың жаңа парадигмасына жататын лингвистика, когнитивтік лингвистика, юрист лингвистика, лингвомәдениеттаным тағы сол сияқты салалары пайда болды. Сондықтан жаңа парадигмадағы зерттеулерде лингвистиканың интегралды ұстанымы басшылыққа алынады. Лингвистикадағы ұстанымдардың келесі негізгі барлық ғалымдармен мойындалған ұстаным бұл антропоцентризм немесе адам өзектілік ұстанымы. Бұл бойынша тілді адамды тану мақсатында зерттейді. Бодуэн де Куртененің тілдік қауымдастық жекелеген индивидтердің тілінен құралады. Өйткені тіл жеке индивидтердің санасында, миында және солардың психикасында және сол адамдардың жалпы білімінде сақталады деген көзқарасына сәйкес тілді осы бағытта зерттейді, адамды тану бағытында. Келесі зерттеу ұстанымы лингвистикалық, бұл коммуникативтік деп аталады. Бұл жерде тілдің ең басты қызметі коммуникативтік қызмет деп танылады және коммуникативтік жағдаятты негізге алып, нысанға алып зерттейді. Коммуникативтік жағдаяттың өзін 6 компоненттен тұрады деп есептейді. Бірінші сөйлеуші, екінші коммуникация пәні, яғни сөйлеуші не айтты деген, үшінші тыңдаушы немесе ол сөзді қабылдаушы, төртінші оның қолданған коды, яғни тіл, бесінші мәтін, яғни кодтың немесе тілдің жүзеге асуы, алтыншы коммуникацияның шарттары. Бұның өзі іштей жіктеледі, яғни коммуникацияның мақсаты мен міндеті, сипаты, коммуниканттың
ниеті және коммуниканттың өзінің әлеуметтік рөлін қаншалықты атқаратындығы және де сол коммуниканттардың әлем туралы білімі мен жалпы білімі. Бұл мәселелер коммуникация тілдің негізгі қызметі деп алып, коммуникативтік ұстаным мен тілді зерттеген кезде негізге алынады. Келесі лингвистикалық ұстаным бұл дискурстық ұстаным. Дискурстық ұстаным бойынша тілді зерттеген кезде тілді белгілі бір тілдік бірліктерді дискурста қолданудың стратегиясы мен тактикасы зерттеледі. Тіл бұл танымдық процесс ретінде қарастырылады және бұл индивидтің танымдық білімі оның сол жүйенің коды ретінде алып қарастырылады. Сондықтан бұл мәтін мен сол мәтіннің қолданыстағы күйін алып, осының негізінде тілді зерттеген нәтижелер оң болып саналады. Және де келесі лингвистикалық ұстаным бұл мәдени өзектілік, яғни бұл жерде тіл мен мәдениет тығыз байланысты деп саналады. Тіл мәдениетте қалыптасады, дамиды, жетіледі және тек қана сол қалыптасып, дамып, жетіліп қана қоймайды, сол мәдениетті бейнелейді дейді. Бұл ұстанымның кезінде мәдениет адамның іс-әрекетін басқаратын ішкі концептуалды жүйе сапасында қарастырылады. Сондықтан мәдени өзектілік лингвистикалық ұстаным ретінде қазір кеңінен қолданылады. Бұдан басқа тілді зерттеген кезде жалпы тілдің негізгі зерттеу нысанына оның семантикалық терең қабатты құрылымын алуды, зерттеуді ұстанатын ұстаным бар. Бұл бойынша мысалға бал ашу, түрлі болжамдар жасау, түс көру, көрген түсті жору деген мәселелердің негізгі себептері, оның семантикалық мазмұны терең қабаттағы зерттелу керек деп түсініледі. Қазақтың тіліндегі жаман айтпай жақсы жоқ, жақсы сөз жарым ырыс деген сияқты сөздердің немесе айтылымдардың мәнін ашу мақсатын көздейді. Келесі ұстаным бұл Бубердің еңбегімен байланысты. Ол бойынша ұстаным бұл диалогтық немесе полилогтық ұстаным деп аталады. Бубердің айтуынша лингвистиканың негізгі зерттеу нысаны бұл мен және сеннің қатынасы. Менді сенсіз айту мүмкін емес дейді. Яғни басқаша қарапайым тілмен айтатын болсақ, адамның әлеуметтік ортамен байланысы, сонымен диалогы зерттелу керек деп есептеледі. Бубер өз еңбегінде бір адамның өзі үш түрлі қырынан сипатталу керек дейді. Үш түрлі қатынас бағытында сипатталу керек дейді. Бірінші адамның заттармен, яғни қоршаған әлеммен қатынасы, екінші адамның адаммен қатынасы, үшінші адамның тылсыммен қатынасы, яғни Құдаймен қатынасы деген тәрізді. Осындай лингвистикалық ұстанымдар 21 ғасырдағы лингвистиканың зерттеу парадигмаларында негізгі ұстаным ретінде қолданыста жүр. Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, лингвистиканың негізгі ұстанымдары тақырыбындағы ұсынылған ақпараттар экрандағы әдебиеттерден алынды. Сіздердің кәделеріңізге жарасын. Біздің каналымызға, тіл ғылымы каналына тіркелмесеңіздер, тіркеліп қоюларыңызға болады. Және видеоға қатысты өздеріңізде бар ақпаратпен бөліссеңіздер, сіздерге тек алғыс айтамыз. Келесі видеомызды жолдағанға дейін сау саламатта болыңыздар, аманшылық тілеймін.